сәлем, қымбатты көрермен, сіздермен бірге мен Сәбит Әдемі, бұл Студтолк подкасты. Бүгін бізде қонақта 20 жылдық тәжірибесі бар әйгілі фотограф, фотожурналист, Егемен Қазақстан газетінің фототілшісі, Үркер ұлттық жүлдесінің ерен еңбегі үшін медалінің иегері Ерлан Омар. Қош келдіңіз ағай. Біздің ұсынысымызды қабыл алып келіп, өзіңіздің студенттік өміріңіз жайында бүгін сөйлесетін боламыз. Жалпы басты сұраққа көшпестен бұрын өзіңіздің балалық шағыңызды айтып берсеңіз, қандай бала болдыңыз, мінезіңіз қандай болды? Үйдің еркесі болдым. Әкем сол үлкен қызметтерді істеді. Біз енді жалпы өзім қазіргі Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы Алғабас, Егінді деген ауылдан шыққанбыз, сол жерден. Менің енді балалық шағым сол Алғабас деген ауылда басталды, Ұлытау ауданындағы. Сол Алғабас ауылында бастауыш мектепті класстарды, сол сыныптарда Алғабаста оқыдым. Одан кейін әкем қызметіне байланысты Егінді деген ауылға көштік. Сол екі мектепте оқып шықтым. Енді былай айтқанда менің әкем Омаров Серікбай деген кісі сол Ұлытау ауданының өзінде жақсы қызметтерді істеді. Партком секретары деген қызмет істеді. Сол Алғабас ауылының жаңағы совхоз директоры болып та қызмет істеді. Сол енді үйдің кішісі болғасын. Біз енді алдында екі ағам, бір апам, мен үйдің кішісімін. Сол енді еркелеп өстік, әкеміздің көзі кеткенше. Сіз жалпы осы 11-ші сыныпта айта қояқшы, иә? Осы кезде фотожурналист, яғни фототілші мамандығы негізі сол кезеңде қатты бір танымал болған жоқ. Осы мамандықты таңдауыңызға жалпы не себеп болды? Біздің әкеміздің өзі кәдімгі любительский фотоаппарат болатын. Сол фотоаппаратпен жаңағы заправитель, проявитель дейме, жаңағы бүкіл дүниесіне дейін болатын үйде. Соған енді мен өзім бала кезімнен қызықтым деп айтсам болады. Жаңағы сол фотоаппараттарды ұстап көріп, сезініп, жаңағы шығарған суреттерін қарап, сосын өзімнен әкем үнемі Балдырған деген журнал, жаңағы балаларға арналған журнал газеттердің бәрін алғызатын үйге. Сосын жаңағы өзі әкем да, шешем де, үйдегі апаларым, ағаларым бәрі кітапты көп оқыды. Газет оқитын жатақ, демалыс күндер. Сол мен баламын ғой, жүгіріп жүрген, сол кезде газеттердің тек суретін қарайтын. Суретін қарап, ішіндегі жақсы суреттер болса қиып жинайтын, сондай бір әдетім болған. Оны бір мектепте бір дәптерге жабыстырып, сөйтіп әдемі суреттер сөйтіп қызығып жүретін. Сол мектепте жүрген кезде біз жаңағы алдымыздағы әйгілі фотографтар бар, Сайлау Пернебаев, Шүкір Шахай деген кісілердің суреттерін сол газеттен қарап, ат жөндерін оқып, сол жаттап өскенбіз. Әдетте мамандық таңдаған кезде, мысалы менің өзімде журналистика жалпы мамандық емес, басқа бір саланы таңда. Әдетте ата-аналар ұстаз бол, басқа инженерияға, механика деген сияқты сондайға кет деп айтады. Сізде ондай болған жоқ па? Әлде сіздің таңдаған жаңағы таңдауыңызға қарсы болмай сөйтіп қолдап отырды ма? Былай болған, негізі бұл басында мен енді үйдің кішісі болғасын, кенжесі болғасын, менің алдымдағы ағам әкеміздің көзі кеткеннен сол ауылдағы бүкіл шаруашылықты ұстап қалды. Анау кезінде совхоз тараған кезде жаңағы пай деген бөлінді ғой. Өзінің жеке шаруа қожалығы болды ағамның. Сосын ойладым, мен мектеп бітіргеннен кейін енді ағама көмектесейін. Ол жаңа біз ауылда Егінді ауылында өстік. Ол ауыл енді біздің кезімізде дүркіреп тұр. Тек егін егеді, жаңа сол ауылдың бүкіл кәсібі сол тұғын. Егінмен жаңағы егін егіп, сонымен жаңа табысын тауып. Сосын ойладым, енді әрі кетсе бір 9 айлық бірдеңе оқып келіп, сол ауылға келіп ағамның жанында көмектесіп, сол шаруашылығын ары қарай жүргіземіз бе деген ой болған басында. Бірінші таңдауым не болды? Бізде енді жезқазған болғандықтан қазба байлығы ғой енді ол жерде. Сол шахта, медзавод, ең табыс көп табатын жерлер, табыс көздері өзі сол Жезқазғанның шахта ғой. Сосын ойладым, сол горныйға түсем бе деп басында. Сосын шешем айтты, сен енді шахтаны істеп басыңа тас түсіп кетіп өліп қаларсың. Мен айтам, жұрттың бәрі істеп жатыр ғой, ол істеген нәрсені біз де істейміз ғой деп. Енді сөйтіп едім, сосын жоқ, басқа мамандыққа барғаның дұрыс. Сол жердің бетінде жүретін деп. Яғни өздері сөйтіп ұйғарды. Сосын
мен біразға дейін келіспей жүрдім, барсам сол хотя бы соның техникумын бітіріп сол жерде жұмыс істейін деп. Содан бір күні туған ағам жаңағы шешем звондап шақырып апты, мынау шахта оқуына түсемін деп жатыр, ана мынау деп. Сосын таңертең оянсам, көбір үйдің ішінде шай ішіп отыр бәрі. Қаладан ағам келген. Мен де өзім ағам айтыскер ақын Әнуар Омаров деген, менің үйдің үлкен ағам. Өзі сол қалалық газетте бірнеше жыл журналист болып істеген. Олардың кезінде журналистика мамандығы болмаған, олар өздері оқыған кезде. Сол Алматыға барам дегенде үйдегілер жібермеген. Сол Жезқазғанның жаңағы филфагын бітірген ғой. Сосын таңертең тұрсам бәрі шай ішіп отыр екен, тұрып қастарына келсем, киіміңді жинап, дайындал, кетеміз қалаға. Мәссаған. Осындай не ашылып жатыр, журналистика несі. Жаңадан соған тапсырасың деп. Сосын мен бірден жаңа қарсылық білдіремін. Енді ол кезде үлкендердің айтқанын тыңдаймыз. Соны айқайды салды. Ештеңе жоқ, журналистика деген жақсы. Оның ішінде жаңағы газет саласы бар, телевидениесі бар, радиосы бар. Сол біреуіне бейімделіп өзің кейін жұмыс істеп кетесің деп. Енді қалай болғанда да қанымызда бар деген сияқты. Яғни сізге осыдан қолдау берді, сол қолдау берді. Соны келді де апыр-топырын шығарып жаңағы қалаға алып кетті. Өзі қызық болды класста. Жаңа бәріміз мектеп бітірдік. Мектеп бітіргеннен бәрі кетіп қалды жаңа. Біз 2-ақ бала ма, 3-ақ бала болып кеттік ауылда. Сөйтіп жаңа Асқат деген класстасым бар, досым. Екеуміз де бір күнде кеттік қалаға. Ол бар юридическийге тапсырды, мен журналистикаға тапсырдым. Сол үйтіп әйтеуір түсіп кеттік оқуға. Сіз сонда ақшалай бөлімде? Мен жаңағы ол кезде гранттың уақыты өтіп кетті. Тек жаңағы платныйға тапсыратындар ғана қалды. Горныйды жаңағы Таукенге тапсырамыз деп жүргенбіз, ол кішкене бір апта кейін тұғын, асықпай барамыз қалаға, соған тапсырамыз деп жүрген мен. Сөйтіп аяқ астынан алды да платный бөлімге өткізіп жіберді. Сол жаңағы ақылы бөлімде оқыдым өзім. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Сол үйдегілер қолқа салып, сол жаңағы шешем мен ағам намысқа тырысып, әкесі жоқ болып, жаңағы оқымай қалмасын деп, сөйтіп бізді ақылы бөлімде осыны оқытып шықты. Өте керемет. Осы университет жайында енді сөйлессек, сізге ерекше есіңізде қалған бір мүмкін қатал немесе ең сүйікті бір мұғаліміңіз болды ма? Сөйтіп, Ерлан былай жаса деп ұрысып, сондай мықты маман болуыңызға себепкер болған адам? Енді біздің студент кезімізде енді ашылды ғой, сол как раз журналистика енді ашылып жатты. Ол кезде бізге жаңағы сол Жезқазғанның бұрынғы облыстық телеарнасында бәлен жыл қызмет істеген Тоғанбай Қажы Құлманұлы деген біздің кураторымыз болды. Осы қазір марқұм болып кетті. Сол кісіден тәлім-тәрбие алдық. Сосын сол Сарыарқа газетінің редакторы Тоғанбай Қажы Құлманов ағамыз тәлім-тәрбие берді, өзіміздің кураторымыз болды. Одан кейін Сарыарқа қалалық газетінің бас редакторы Төлеш Асантегі ағамыз сабақ берді. Біз өзі 4-ақ бала түстік оқуға. Сонда тобыңызда 4-ақ бала болды? Тобымызда 4-ақ бала болды. 3 ұл, 1 қыз болдық. Бізде енді сабаққа енді 4 баланың 2-і келмей қалса 50% жоқ дейді ғой. Соны жаңағы қызық болатын. Сабақта отырамыз 4-еуміз ғана. Сосын жаңағы біреу бір себеппен ауырып қалса, біреу бір себеппен жаңағы бір университеттің шараларына қатысып жүреді. Кейде біреуіміз ғана отырып қаламыз. Ол кезде тексеріс келіп, кәдімгі журналға тіркейді. Сол кезде келіп, тықылдатып келіп, есікті ашып сұрап жатыр ғой, жаңағы группада осындай. Неше студент деп пе? 4-ақ студент екен ғой, өзі 2-і ғана отыр. Группаның 50% жоқ деп жазып кететін сөйтіп. Сосын жаңа ағамыз ұрсады біздің Тоғанбай Қажы. Қалмаңдар сабақтан, көріңдер, мен ұрса істеймін ертең. Группаның 50% жоқ деп айтады. Айналдырған 4 студенттің 2-і жоқ деп айтады. Сосын бізді ол кісі апарып газеттің жұмысына да салатын, сол телеарнада жұмыс істегеннен кейін біздің студент кезімізде жаңағы қызық сөз жұмбақ саз деген 4-емізге бағдарлама ашып берді. Сол университет пен сол телевидение спонсор болды. Университет анау шараны өткізуге
спонсор болды. Сол университеттің әр корпусында өткізіп жүретінбіз жаңағы сөз жұмбақ саз деген жаңағы интеллектуалды ойын ғой енді сол кездегі. Сол сөз жұмбақ сазды жаңағы барлығымыз бірігіп жүргізіп, сол өте жоғары деңгейдегі өтті. Отырғызып қойып газетке мақалалар жазатын. Сол сөз жұмбақ сазды өзіміз жазып, жаңағы неге беретінбіз. Қалалық Сарыарқа газеті болды, жаңағы Мыс өңір газеті болды. Сол газеттерге жаңағы мақала жазып беретінбіз. Содан жаңағы кішкентай хабарлар шығарамыз. Оны жаңағы біз жазамыз, жаңағы ағайымыз түзетеді. Содан жаңағы қалама қаламыз жаңағыдан. Енді ол кезде студенттік кезде біз 2000 жылы оқыдық. 2000 жылы түскен кезде сол бірінші курстан бастап бізге жаңағы тоқпақтап жүріп Тоғанбай қажы сол газеттерге мақаламызды бергізіп, содан кішкене тиын тебен көріп, ақшаның дәмін сол кезде көре бастадық. Гонорар деген дүниені сол біз бірінші курстан бастап көре бастадық, сол Тоғанбай қажының арқасында. Сонда сіздің ең алғашқы табысыңыз осы болып тұр ғой негізі? Ең алғашқы табысымыз осы болды. Бізге қазір осы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Сәуле Есенбекқызы сабақ берген сол кездерде. Ол кісінде бір қызықтар болды. Біз Қанат Ысқақ үшеуміз үнемі бірге жүреміз. Сол кезде ол кісінің жаңағы несі болды. Емтихан тапсырдық. Сол кезде емтиханнан үшеумізді қайта құлатып кітапханаға қуып жүретін. Бар кітапханаға барып өздеріңіз үшеу ғанасыздар. Сол үшеуіңізді құлатып жатырмын. Кітапханаға барып, енді ол кісі жаңағы жауабымызға қанағаттанбай жатыр да. Бар ананы досконально оқып түсіндіріп беріңдер. Сендер жаңағы дұрыс баға алуларың керексіңдер деп. Кітапханаға қуып жүреді. 2-3 рет барып кітапханаға барғанымыз бар. Сол есімде, сол қызық есімізде қалып қойды. Сәуле апайдың сол бір қинағаны бар сөйтіп. Керемет. Ал енді практика, яғни табысыңызды айттық. Практика, осы фотожурналистика саласында сіз практиканы қай кезде өтіп бастадыңыз? Осы камераны ұстап, үйреніп деген сияқты. Бұл былай болды. Қалалық газеттердің фотографтарының қасында қызығып жүретін, жаңағы фотоаппараттарын ұстап, түсіріп көріп. Сосын 4-ші курста осы Алтын аймақ деген газет ашылды Жезқазғанда. Оны өзімнің жаңағы ағам ашты газетті. Сосын айтты, енді сен осы газетке қызмет істе. Частный газет болды да. Сосын жаңағы редакцияға фотоаппарат сатып алдым. Осы фотоаппарат саған тапсырдым. Осымен енді сен сурет түсіріп, газеттің суреттерін сен түсіресің. Сосын арасында мақалаларын жазасың. Гонорарын аласың, айлығын аласың деген сияқты. Сөйтіп 4-ші курстың басынан бастап сол жаңа жұмыс істедім. Алтын аймақ деген газетке. Сол кездегі маған табыс кәдімгідей бір қомақты табыс болды. Сол кезде ең гонорары көп, айлығы жалақысы көп газет осы Алтын аймақ газеті болды. Сол Жезқазғандағы сол даже телеарнада жұмыс істейтіндердің айлығынан сол біздің айлығымыз жоғары болды. Сол газеттің фототілші болып жұмыс істеп жүрдім. Арасында жаңағы газеттің версткасы дейді. Сол версткасында көмектесетінмін. Сол кезде енді басталды осы фотоға қызығушылық. Содан ақырын сол фотоаппаратпен айналысып жүріп, сол жазу мүлдем қалып қойды. Сосын осы фотоға өзім кәдімгідей басыммен кеттім деп айтуға болады. Неше түрлі жаңағы кадрлар түсіп, сол кездегі жаңағы шахтаға түсіп, медзаводқа барып, репортаждар жасап, сол бір қызық сәттер басталды. Сол жаңағы қызығы интервью алуға барамыз. Жаңағы журналист пен фотограф қой енді баратын. Интервью алғанбыз. Ол кезде бұрынғы андай пленочный фотоаппараттар енді цифровизацияға ауысып жатқан кез ғой, цифровой фотоаппаратқа. Бізде мынандай ғана цифровой фотоаппаратта болушы еді ғой, чехолына салып қолға ұстап жүретін. Солмен қаншама сурет шығардық біз газетке. Соны жаңағы неге барамыз? Интервью алуға, сұхбат алуға барған кезде жаңағы журналист таныстырып жатады ғой, мен осындай тілшімін, мен жаңағы біздің газеттің фототілшісі. Бұның фотоаппараты қайда дейді, қалтаңнан алып шығасың ғой өйтіп суырып. Кейде джинсиді қалтаңнан шығара алмайсың, жабысып қалады қалтаңа. Мені деп алып шығамыз. Сосын сондай қызықтар болды. Сол 4-ші курстың оқуымның ақшасын сол жұмыс істеп жүріп өзім жаптым.
Енді біздің көрермендерімізге, студенттерге осы бойынша бір кеңестеріңізді беріп жіберсеңіз, мысалы, үшінші курстар немесе екінші курстар әрі практикасын бастамаған болуы мүмкін, мүлдем қолына қалам алып мақала жазбаған деген сияқты, немесе фотоға қызығатын журналист, тілшілер бізде не істеу керек қазіргі таңда? Сондай бір кеңестеріңізді айтып жіберсеңіз. Бұл жалпы енді мен өзім журналистика деген пәнді былай ойлаймын. Көбінесе практика бұл жерде. Практика көбірек керек. Үшінші курстан бастап жұмыс істеу керек сияқты студенттерге ше. Хотя бы гонорарға болсын, сол газетте мақала жазып жүрсе. Фотожурналистика дегеннің өзі қызық дүние. Мысалы үшін жаңағы кезінде кім осы бір ағаларымыздың біреуі айтқан тұғын. Аңшы мен фотографты аяқ асырайды деп. Сол сияқты аңшы да жаңағы орман кезіп жүріп, дала кезіп жүріп, әйтеуір бір өзінің нанын тауып әкеледі. Бізде де сондай, мысалы үшін біз жүрген кезде үнемі аңшылар сияқты мылтығымен жүреді, но бізде үнемі фотоаппаратпен жүруіміз керек. Кез келген уақытта, кез келген неше түрлі қасағым сәт кездесуі мүмкін. Келе жаттың, көшеде неше түрлі оқиға болуы мүмкін. Соның бәрін жаңағы фотоаппараттың үнемі қасыңда жүрмесе, жаңағы қап, әттеген ай деген жаңағы саның дұрып қаласың сол жерде. Негізінен сол фотоаппаратқа үйренген дұрыс. Фотоаппаратпен үйренген дұрысы. Ол енді ол бұл жерде жаңағы жарықты қалай қоюы бар, оның жаңағы соның бәрін оны меңгеру оңай емес, мысалы үшін. Оны ақырын меңгеріп үйренсе, қазір не оқулық деген көп. Кез келген YouTube каналдарды ашсаң, фотографияға байланысты кез келген нәрсені алуға болады. Настройкасында көрсетіп беріп жатыр. Жаңағы қалай түсіру керек, мысалы күннің батысын қалай түсіру, қандай режиммен түсіру керек, күннің шығысын қалай түсіру керек деген сияқты өте қазір көп қой. Мысалы үшін өзіміз де кейде білмейтін нәрсемізді әлі күнге дейін қараймыз да. Жаңағы сайттардан, жаңағы электронный кітаптардан, ютубтардан қараймыз. Енді қазір фотограф болам деген, фотожурналист болам деген студенттерге негізінен мүмкіндік көп. Университеттің өзінде де қазір отырған студиямыздың өзі қазір керемет емес. Білдей бір 3 фотоаппарат бетіңе қарап тұр. Осы фотожурналистикаға қызығатын бала болса, қазірден айналысу керек та. Бұлмен айналысу ешқашан не болмайды, артық болмайды. Практикада үйрендік қой көп нәрсені. Мысалы үшін бізге мен айтып отырмын ғой, жаңа кішкентайнандай фотоаппараттан бастадық деп. Одан кейін мен Жезқазғаннан Астанаға ауыстым. Негізінен былай келдім мен. Мен бітірдім да, Жезқазғанда қалып қойдым. Ысқақ пен Қанат біреу Алматыға, біреу Астанаға кетіп қалды. Мен жаңа Жезқазғанда қалып қойғам, олар күнде звондайды. Ысқақ звондайды, сен Алматыға кел, хабарға жаңағы. Мына жақтан жаңағы Қанат досым звондайды, сен Астанаға кел, Еуразия ұлттық университетінде жаңағы главный корпуста студия болатын осындай үлкен студиялар. Соның үшін жаңа студенттерге. Сол бір еңбек демалысында 2006-да келді, көктемде. Сөйтіп келді да мені азғырды ғой кәдімгідей. Сен не істейсің, қалып қойдың жалғыз өзің. Кеттік, Астанаға кеттік, болашағы бар қала. Енді ол жерде де жаман болған жоқ, мен Сарыарқа, Алтын аймақ 2 газетте де бірдей жұмыс істеп, бірдей гонорар алып жүрдім. Сосын жарайды деп келдім, мен ана жақтан отпуске еңбек демалысымды алдым да жартысын. Сөйтіп Астанаға келіп, сол Еуразия ұлттық университетіне келдім. Ол кезде Астана деген енді бүйтіп құрылысы қарқын дамып жатқан кезі. Сосын айттым, бала бәрін біліп тұр ғой, давай жұмысқа алайық. Мен қайтадан Жезқазғанға бардым. Өзім қызықтым кәдімгідей. Қаланың жаңағы қарбалас тіршілігін көріп, бізде енді кішкентай қала болғанда кішкене жақта жайбырақ қаттаппыз ғой. Сосын үйге бардым, үйдегілер ойбай енді. Жаңағы апам айттым, әкемнің інісі бар. Сол кісіден енді батасын алайын деп барамын ғой. Ол кісілер жаңағы уайымдап, ол жақта ешкімің жоқ. Не істейсің сен? Осы Жезқазғанда жүре бермейсің бе? Сосын ағам бірден қолдады, болды деп кеттік. Содан енді осы жерде қалып қойдық қой, сөйтіп жүріп. Қызық болғанда жаңағы келдік қой мына жаққа. Енді Астана дегеннен кейін ойлап жүрмін, бір айлық бәрі жоқ дегенде бір 50 мыңнан кем алмайсың ғой деп. Соны жаңа университетке шақырады. Отдел кадрға енді жаңа стажировка өткеннен кейін отдел кадрға барып қол қою керек болды да. Сол қол қойып жатып неге көзім түсіп кетті сөйтіп.
жаңағы неміз жазылып тұр да, жалақымыз 29 мың дей ма, жоқ 25 мың теңге ма айлық дейді. Сосын жаңағы қол қоймай тұрып жүгіремін ғой жаңағы. Жүгіріп келіп досыма айтамын ғой, мынауың не сен? Мен ана жақта почти 35-40 мыңға жақын ақша алып жүрдім. Мына жерде мен 25 мың қайдан Астанада неме жетеді? Бойдақ емессің ба, жеткізесің. Тағы ертең қосымша бір жерлерде жұмыс істейсің. Кейін жаңағы өзің армандап жүрген жұмысыңа барасың, үлкен қала ғой, мүмкіндік көп деп. Сонымен айтып, ауыл тағы мен жаңағы ашуымды басып, қой қал деп. Сонымен қалып, жатақханада мынау магистранттар үйі дегеннен бізге кәдімгі бөлме берді. Енді бүкіл жағдайымыз жасап тұр енді. Тегін тұрдық, почти тегін тұрдық. Жатақханада сол студияда істейтін жігіттердің бәрі сол бойдақпыз ол кезде барлығымыз. Жаңа жерден шығамыз, мосттың ар жағынан жұмысқа барамыз, бер жағы жатақхана. Сөйтіп бір қызықты өмір басталып кетті. Содан мен өзім әлде де қоймай жүрдім. Сонда кішкентай фотоаппаратымды алып келдім өзіммен бірге. Ағам оны қоса беріп жүрді, бәрі енді осымен айналысып жүрсің, осымен сол жақта да айналысасың деп. Жаңағы фотоаппаратты алып алып, мына Еуразия ұлттық университеті маңайын түсіремін, қаланы түсіремін, жаңағы сонда да шығып кетемін өзім. Қаланы түсіруге. Содан қалалық газет Астана ақшамы деген газетте, сол Еуразия ұлттық университетінде сол пресс-службасы бар, жаңағы телестудиясы бар, бәрінің басшысы Ғалым Омарханов деген кісі бар. Сол кісі сол Астана ақшамын ауысатын болды жұмыспен. Сосын маған айтты, сол жақта 2 фотограф екен, 2 штатта қазір бір-ақ фотограф істеп жүр. Сенің өз арманың емес пе? Істейсің ба? Істеймін дедім бірден. Сөйтіп жаңағы Ғалым Омарханов деген кісі ауысты да сол жерге мені шақырды сол жаққа. Сол жерден енді айтып отырмын ғой, жаңағыдай үлкен фотоаппаратты қолымызға ұстап көрмегенбіз. Жаңағы ана жаққа барып бірден жаңағыдай Canon маркалы анандай үлкен фотоаппарат, оның бірнеше объективі бар бүйткен. Сосын енді өзім былай нелерден оқып қарап жүрген ғой. Бір жаңа айттым ғой, техникаға жақынмын деп. Былай енді жобасын үйреніп алдым. Сонда да енді жаңағы түсірген суретіміз, бұл фотоаппаратта да баланс деген бар ғой, мысалы үшін концерт бірдеңе түсіруге баланс қоймасаң, біреу көгеріп жатады суретің, біреу сарғайып жатады, біреу қызарып жатады. Сол алғашқы газетке сурет береміз, жаңағы бір суретіміз көгеріп кетеді, бір суретіміз қызарып кетеді. Оны жаңағы сол жерде дизайнерлер өңдейді, дұрыстайды, әйтеуір шығарады. Сосын енді ол кейін ғой, міне біздің қазақтың жігіттері көбейіп жатыр ғой. Бұрын жаңағы не орыстар, не еврейлер болатын фотографтар. Олар өзі бір тобыр болып бізді жаңағы үйлеріне қоспай өздері бөлек тұрады. Жаңағы біз настройкасын қарауға енді қасына бүйтіп жақындаймыз. Олар жаңағы бүйтіп бірдеңе шұқылап тұрады да қашады бүйтіп. Көрсеткісі келмейді. Сосын жаңағы солардың қасынан қалмай жүріп жаңағы балансты қалай қояды, ананы қалай қояды. Енді ана ішінде өзіміздің қазақтың жігіттері болса кәдімгі ұялмай сұраймыз олардан, мынаны көрсетші, мынаны қалай істейді деп. Сөйтіп жүріп әйтеуір сол фотоаппараттың сол ішіндегі жаңағы іш құрысын ақтарып жүріп әйтеуір настройкасын бәрін келтіріп сөйтіп түсіретін болдық қой. Сөйтіп сол газетте 4 жыл қызмет істедім. Ол кәдімгідей бір бізге Астана ақшамы үлкен мектеп болды, тәрбие, кәдімгі үлкен тәрбие берді бізге. Күнде ұрысы естейтінбіз жаңағы. Ай, ана суреттің көк болып кетті, ана суреттің қызарып кетті, мына суреттің сарғайып кетті, ана жері бүйтіп қапты, мына жері сөйтіп қапты. Енді бірден ешкім нетіп кетпейді ғой. Біраз бізді жас кезімізде біраз нені көрдік. Ұрыста естідік, сөйтіп жүріп үйреніп кеттік қой. Содан осы Егемен Қазақстан газетіне конкурс жарияланып жатыр деп естідім. Сол фотомен айналысқаннан бастап арманым тұғын. Осы Егемен Қазақстан газетінде шіркін жұмыс істесем ғой, фотограф болып. Өйткені мен айтып отырмын ғой, бала кезім сол Егемен Қазақстанды ақтарып отырып, жаңағы Шүкір Шахай, Сайлау Пернебай дегендердің суреттерін қиып отырып, жаңағы қарап, солардың атты көз алдымызда жатталып өсті. Сосын енді ол республикалық газет ең үлкен басты қара шаңырағымыз, ең үлкен газетіміздің біреуі ғой. Сол газетте істесем ғой деп армандайтын тұғым өзім. Мен сосын жаңағы жұмыста отырамын, жаңағы демалыс күні суреттерімді жинаймын, іріктеп портфолио жинақтайсыз, репортаждан бөлек, жаңағы портреттерден бөлек, жаңағы мықты белгілі адамдарды түсірген портреттерім бар, солардың бәрін жинап бір кожаный альбом сатып алдым. Кожаный альбом, ол кезде ана магнитный альбом дейді. Соны жаңағы шығарып альбомға жабыстырып алып бардым. Сосын жаңағы приемныйға апарып өткізіп кеттім.
ол кезде АО, газет АО болатын, АО-ның президенті, газеттің артында АО-ның президенті Сауытбек Абдрахманов деп жазылып тұратын. Содан осы Астана экономикалық форумы болып жатыр. Көктемде болады, осы майдың кезі ғой. Өзім көлігіммен Астана экономикалық форумына кетіп бара жатқам бір кезде телефоным шырылдайды. Городской номер қарасам. Қалалық номерден звондап отыр да. Сөйтіп көтерсем, саламатсыз ба, бұл Ерлан Омаров па дейді. Иә, сізді президент шақырып отыр дейді ғой. Мәссаған. Мә деп ана жерде шошып кетті мен президенттен. Мен де соны таңғалып отырмын. Егемен Қазақстан газетінен, деп кім десем, Егемен Қазақстан газетінің президенті Сауытбек Абдрахманов сізді шақырып отыр дейді да. Ойбай деп ана жерде тілшіге звондадым, мен суретті өзім біреуден алып беремін, мен басқа бір жерге шақырып қалды. Келдім, бір 12 түске жақын, 12-нің кезі ма, сосын бірден ол кісі қабылдады. Сөйтсем жаңағы Астана ақшамның дизайнері Зәуреш Нұғманова, оны да шақырыпты. Барсам сол Зәуреш отыр екен, одан кейін ол шыққаннан кейін мен кірдім, Сауытбек аға. Сосын жаңағы альбом, бірнеше альбом жатыр ғой, 4 па 5 альбом келген ғой. Соны ішінен ашып, менікін қарап отыр екен барсам. Сосын басым бүйтіп, ол кісі бүйтіп қояды. Жаңағы жақсы суреттеріңіз бар екен, көріп отырмын. Жаңағы сәттерді жақсы ұстай алады екенсіз. Сурет туралы айтты, жалпы сол Егемен Қазақстан істеген фототілшілер туралы айтты. Біздің Алматыдағы бөлімшеміз бар, сол жақта Берсінбек Сәрсенов деген ағамыз марқұм болып кетті. Сол кісінің қызықтарын айтты, кезіндегі Сайлау Пернебайдың қызықтарын айтты, Шүкір Шақайдың қызықтарын айтты. Мен енді айтып, бүкіл нелерді Егеменде істеген фототілшілердің қызық айтып отырды енді былай. Қызық нелерін, солардың жақсы түсірген кадрларын айтып, сосын жаңағы сендерде осындай бір ұқсастық бар екен, осыларға суреттеріңде сондай бір шығармашылығыңды танып отырмын осы жерден. Бізге келуге қалай қарайсың дейді. Сосын тұрып, мен айттым, әрине аға дедім де, қуанып кеттім кәдімгідей. Енді айтып отырмыз ғой, Егемен деген өзімізге арман болған деп. Сосын бірден айттым, аға дедім, бірақ бір нем бар дедім. Мен енді ана жақта да басшым бар. Сосын жаңағы сол кісіге айтып шығайын. Ерболат Қамет деген жаңағы қазір досымыз ғой. Ерболат Қамет деген досым, сол газеттің редакторы, Астана ақшамның. Енді сол басшыма бір ауыз айтып келейін енді мен. Дедім, жоқ. Басшыңыз кейін ести жатар, бірақ қазір приказ шығарамын деді. Мәссаған. Мен айтамын, аға енді бір ауыз жоқ. Өзі келгің келе ме екен деді, келмейді. Сосын алды да жаңағы айтты, жаңағы Зәуреш Нұғманова, сол Астана ақшамның дизайнері, біз оны да қабылдап жатырмыз. Қазір мен 12 жарымға жинаймын коллективті. Приказға уже бере береміз. Сіздерді таныстырамыз дейді. Мәссаған. Ойбай, Егемен Қазақстанға анау өзі 2 жылда бір кіресің барып, кезінде Орынбай Балмұрат деген ағамыз пенсия шығып кетті ғой, сол фотограф болып істейді. Ол кісінің жаңағы тұрысының өзі бөлек, жаңағы Егемен деген өзі бір керемет, жаңағы қарап қоямыз сыртынан. Егемен Қазақстан газетінің фототілшісі Орынбай Балмұрат деп, жаңағы премьер-министрдің жеке фототілшісі Шүкір Шақай деп бүйтіп сыртынан бәріне қарап жүреміз ғой. Қарап, тамсанып, соларға таңғалып қарап жүретінбіз сыртынан. Сөйтіп, бірден сұрадым, енді Орынбай Балмұрат істейді ғой біз. Сауытбек ағамыздан сұрап отырмын да, ол кісі өз алдына фототілші болады, сіз өз алдыңызға фототілші, 2 фототілші болады газетте. Сөйтіп коллективті жинап, аяқ астынан таныстырып та жіберді. Сөйтіп, осыдан тура 14 жыл бұрын сол майдың 20-сы күні кіргем. Егеменге 14 жыл болыпты ғой. Егеменнің мектебі бір бөлек бізге берген. Үлкен қалаға келген кезде, былайша айтқанда сіз өзіңіздің негізден шықтыңыз ғой, зона комфорта дейді ғой. Себебі ол жерде өзіңіздің қалаңызда жезқазғанда ақша да жақсы болды, барлығы жақсы болды. Қала кішкентай, өзім тапқан ақшам өзіме жетіп тұрды. Сол қалсам, сол жерде қалып қояр ма едім деген сияқты. Осы жерге келіп, аз болсын жалаққа жұмыс деп, солайынан кез келген мүмкіндікті қолға алғаныңызға өте қуанып отырмын. Себебі бұл оңай жол емес, сіздің жаңағы айтып бергеніңіз. Енді осы газетке қабылдандық, сөйтіп енді жаңағы Астана ақшамдағы басшыма жеткізуім керек қой енді. Енді бұл журналистердің арасында естіп қояды ғой әңгіме, тележурналист деген. Мен кешке хабарласып отырмын жаңағы газеттің басшысы
Астана ақшам газетінің басшысына енді ескертейін деп отырмын, осындай жерге мен жұмысқа кетіп жатырмын деп. Оны мәз болып үйге келіп айтып, сосын кешке жаңағы бастығыма звондаймын ғой, жүріңіз бір жерде кездесейік, айтатын әңгімем бар деп. Өзім барып үйіне машинамды алып кеттім. Сөйтсем шығып амандасып жатсам, егеменге барған құтты болсын деп біліп қойған ғой бәрін. Біліп қойған. Сөйтіп сондай қызықтар болған. Сосын енді үлкен газет, аға газет. Бізді кәдімгі енді қамшылады осы жерде. Үлкен мектептен өттік. Әр сол егеменде әр басшының сол өзінің берген тәлім тәрбиесі бар. Жанболат Аупбаев ағамыз сол газеттің президенті Сауытбек Абдрахманов болса, газеттің бас редакторы Жанболат Аупбаев. Ол ағамыз жаңағы бәрін жаңағы керемет түсіндіреді. Сен егеменге келіп жатсың, осындай үлкен коллектив. Бас кезінде жаңағы жұмыста ерте кетіп қалу деген жоқ. Газетке үйренуің керек, газеттің системасын үйренуің керек. Сосын жаңағы таңертең кірем, түнгі газет деген күнде шығатын газет қой. Мына жақтан түсіріп атасың, мына жақтан салып атады. Кез келген темаға сурет керек болады ғой. Сол үшін бәріне көзің шалған жерде түсіре бересің ғой. Анау да керек болып қалады, мынау да керек болып қалады. Соны жаңағы Жанболат ағамыз түсіндіріп айтады. Бұл газет деген осындай, бұл күнде шығатын газет. Жаңағы Астана ақшам сияқты күн ара шығатын газет емес, бір күн демалып алатын. Бұл күнделікті нәрсені күнде өзің жоспар құрып алып түсіре бер деп. Суретті қалай кім таңдайды, мысалы бекітіп береді. Сосын президенттің суретін өздері бекітіп, қандай сурет кетеді, жаңағы министрлердің суретіне дейін таңдап, сол жерде қағазға шығарып, кәдімгі таңдайтынбыз отырып. Осы сурет деген сияқты. Қазір енді қағаздан кеттік қой, бәрі компьютердің алдында бір системада айналып жүреді. Сол фотограф деген өзім ойлаймын енді. Сол шаршамау керек, тосылмау керек, шауып жүре керек. Сол командировка жүрсе командировкасына, сапарға жүрсе сапарға. Дейін үйренеріміз көп деп ойлаймын мен. Бұл фотограф деген бір суретмен мақтанып кетпеу керек та. Мен мынадай бір шедевр түсірдім деп жаңағы дандайсып кетпеу керек. Күнде ізденіс істеу керек қой, күнде ізденіс үстінде, күнде жаңағы ракурс іздеп, кадр іздеп, әдемі сурет іздеп жүру керек. Америкада бір президенттің атын ұмытып отырмын, фотограф болған екен, сол осындай бір жастармен кездесуінде, студенттермен кездесуінде ме сұрақ қойып жаңағы кісіге. Сіздің суреттердің ішіндегі қайсысы сәтті шыққан сурет, қайсысы сәтті кадр деп айта аласыз деп. Сол кезде ана кісі айтқан екен, мен сәтті кадрды ертең түсіремін деп. Сол сияқты фотографта да сондай ұғым болу керек сияқты. Мен сәтті кадрды ертең түсіремін деп. Сол күндегі түсірген суретіне мақтанып кетпей, мен бұдан да сәтті кадрды ертең түсіремін деген сияқты бір ұстаным болу керек сияқты. Осымен біздің Студтолк подкастымыз соңына да жетті. Сіздермен болған мен Сәбит Әдемі және біздің қонағымыз Ерлан Омар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.